Құрметті жолдастар, ассалаумағалейкум. Жаңа ролигімізді бастаймыз. Вискитки деген қаладан өтіп бара жатырмыз. Ауыл ғой енді. Варшаваның астындағы бір ауыл. Алдымызда қазір Журардов деген қала бар. Кішкене ғана. Сол қалада мен келген бойда өзіме апарт-отельден номер снимать етіп алғанмын. Қазақ беспонтовый қазақ дейді ғой. Сондықтан да отдельный өмір сүрейік деп өзіме номер алып алғанмын. 3 күн болды Польшаға келгеніме. 3 күннен бері демалыс болғасын демалып, бүгін сол бірінші біздің оқу күні басталды менде. Документтеріміздің бәрін тапсырып, қазір жаяу отельге қарай ұрып бара жатырмын. Ертең Құдай қаласа келген компания маған көлік береді, жеңіл көлік. Өзімнің сол жеке шаруаларымды бітіріп, сабаққа барып келу үшін. Сол басқа не жаңалық дейсің ғой? Осы солай жаңалық. Бір уақыт, бір мезгілде соның бәрін тастап, сол документтердің бәрін реттеп, Польшадан бірақ шықтым. Өйткені Ресейде әңгіме жоқ енді, ақшада келіп жатыр, жұмыста бар, бірақ мынау рост над собой дейді ғой. Шамалы бір өсудің возможности жоқ та, мүмкіншілігі жоқ. Постоянно бір маршрут Москва, Краснодар, Қазан, Москва. Сол осы арада ұрып жүресің. Шаршап кеттім, шынды айтсам. Өйткені шамалы бір не қажет обстановканы өзгерту, жаңа қала, жаңа маршрут деген жоқ. Сондықтан да бәрін тастап, бір мезгілде осы Польшаға кеттім. Бұяқта Польшадағы менің ең бастапқы мақсатым тәжірибе алу. Өйткені Польшадағы жұмыс және Россиядағы жұмыс бұл екі түрлі жұмыс қой. Бұяқта режим труда деген бар, анау-мынау, қыртым-сыртым, майда-шида деген сияқты нәрселер көп, бір кішкене нюанстар. Тем более Польшада жүргесін бұяқта европейский стандарт дейді ғой. Европейский стандарт бойынша жұмыс дейсің. Сондықтан да көтті қысу керек. Қазақстандағыдай, Россиядағыдай көзің елеріп, азаннан кешке дейін машина айдамайсың. Азанда 8-де тұрып, рөлге отырдың ба, 4,5 сағаттан кейін тоқтап, обязательно демалуың керексің. Одан кейін тағы да 4,5 сағат жүресің де, и все, 9 сағат жұмыс істеп болғасын ұйықтайсың. Кешкі сағат 5-те уже стоянкаде болуың керексің. Осындай, сол қазір өтіп атқан оқуымыз менікі қысқа курс. Өйткені мен жүргізуші куәлігімді 2008 жылы алғанмын Қазақстанда. Соның ксерокопиясы қалған. 2009 жылға дейін алған адамдар қысқа курс өтеді. 2009-дан осы күнге дейін алған правалар бір ай оқиды. Бір ай оқиды, сосын экзамен тапсырады полицияға барып. Менде ондай жоқ. Бір апта оқимын да, өзімнің код 95 деген бар, сертификат қой, осы Европада дальнобойщик болып жұмыс істеуге болады деген қағазымды алам да, стажировка өтем. Бір жігітті береді, осы компанияда уже нормально жұмыс істеп келе жатқан. Сонымен бірге Польшада бір апта стажировка өтем, 5 күн. Одан кейін өзіме көлік береді. Сол көлік туралы да сөйлестік. Предпочтениең бар ма дейді, қандай көлік керек саған? Мен айтамын, маған мынандай көлік керек. Все, әңгіме жоқ дейді. Өйткені мен Мандада жүріп істағанмын, Мерседесті де айдағанмын, Volvo мен Scania'да болған, шамалы бір басқа марка бер дедім. Сол, Құдай қаласа, осы апта нені бітіріп, оқуымызды бітіріп, стажировкамызды келер аптада бітіріп, Құдай қаласа, уже 3-ші апта жұмысқа шығам деп ойлаймын, машина алып. Вот солай жағдай. Жұмысқа шақырған компания атады Чартер. Бүкіл анау-мынау ссылкалерін, телефондарын осы роликтің астында қалдырам. Міндетті түрде кіріп, көріп, өздеріңіз сөйлесуіңізге болады. Орысша сөйлеседі. Сол айлығы где-то бір 1800 евро дейді. 1800 евро рубльмен санағанда бір 160-170 мың рубль ғой енді. 700-800 мың теңгеде болады айлығы. Ол просто айлық. Мен бірақ бұяққа айлық үшін келген адам емеспін. Алдында айтқандағыдай просто тәжірибе алып, әрі қарай Европаға кетейін деп келген адаммын. Россия туралы айтатын болсақ, мен бұяққа мәңгі деймі қайда, насовсем келген адаммын. Осы жақта ПМЖ-ге постоянно место жительства, сол Европада қоныстанайын деп келгенмін. Осындай мақсаттармен.
көреміз енді оның ары қарай не болатынын. Бірақ мен өмір бойы өстіп бір компанияға жұмыс істеп жүретін адам емеспін, Құдайға шүкір. Өзімнің пландарым бар, өзімнің бір жеке бір нелерімді ашатын, мекемемді ашатын. Оның бәрін енді алдымен Құдай көре жатармыз. Қазіргі мақсат білім алып, қағаздардың бәрін жөндеп, европейский право алып, осы жақта обосноваться ету керек, қоныстану керек. 1-2 айдың ішінде. Ары қарай уже көре жатармыз. Осы ең алдыңғы мақсат. Егер осы жаққа келгісі келген адамдар болса, алдымен сендер приглашение алуың керексіңдер. Осы польский компаниядан. Компания сендерге приглашение жібереді, шақыру, сол шақыру арқылы виза жасайсыздар. Виза жасағасын осы жаққа келесіңдер. Келіп, мен сияқты сол обучениеден өтіп, стажировкадан өтіп, өздері жұмысқа алады. Оқып атқан кезде сендерге хостелдан өздерінің гостиницасына номер береді. Сол номерге жатуға болады спокойно. Қырынатын, жуынатын, шайынатын жері бар. Вот, бір бөлмеде 4-5 адам жатады ау деймін. Осымен сол, жолдастар, өз басымнан өтіп атқан хикаяларды түсіріп, бейнебаянымызды сіздерге көрсетіп отырармын. Жазып атқан комментарийлерін, жазып атқан сол тілектеріңіздің бәрін оқып, қабылдап отырмын. Көп-көп рахмет. Егер жауап бермесем де кейде жауап беруге де уақыт жоқ. Бүгін сол оқуымызды бітіріп, жаяу кетіп бара жатырмын. 6 километр мынау Журардов деген қаладан базаға дейін жаяу кетіп бара, шамалы бір майымды ертейін деп. Ауа райы туралы айтатын болсақ, бүгін 25 градус болып тұр. Ауаның ылғалдығы 78% болып тұр ғой. Ё-моё, ылғалдық деген енді страшный. Қазақстандағыдай емес. Қазақстанда бізде сухой погода ғой, бұндай ылғалдық жоқ. Вот. Осымен сол, жолдастар. Басқа не айтасың? Қазақ жігіттер бар жұмыс істеп атқан. Бәрі хабарластыр, о, братан, жақсы болды ғой, анау, мынау деген. Қазақстаннан келіп жұмыс істеп атқандар. Бірақ кейбір жігіттер де бар, о, енді қазақтар қаптап кететін болды ғой деп әңгіме айтып атқан. Оның аузын біздің жігіттер ақ жауып атыр жаймен. Сол, бүгін көп жігіттермен кездестім. Өте жақсы қарсы алды. Көбісі подписчиктер екен біздің. Вот, көбісі танымайды. Сол танымайтындармен танысып, бәрі жақсы өтті енді. Енді өзің жақсы адам болсаң, енді саған да жақсы қарайды ғой. Қайда жүрсең де, Европа болсын, Африка болсын, өмірмен қазақ болып қалам ғой. Сондықтан да қай жерде жүрсең де, сол қазақ деген атыңды кірге былғамай, жақсы жүргенде тәуір көрем, жолдастар. Ертең Құдай қаласа жеке көлік береміз деп, компанияның бастығы, астында көлік болсын, әйтеуір енді қонақсың ғой, Қазақстаннан келіп атқан деп. Вот, Шыңғыс ханның предкісі дейді, мен айтамын, Шыңғыс ханның предкісі емеспін. Мен Қыпшақтың предкісімін деймін. В общем, бәрі жақсы. Көп-көп рахмет сіздерге. Келесі бейнебаянымызда жүздескенше қалайық. Кеттік ары қарай. Ассаламу алейкум десе. Ассаламу алейкум, жігіттер. Міне, бадринг жеп жатырмын. На кёник поганем. Она чартеровская, да, машина? Продана? Да. Дворник істемейді. Бір фарасы істемейді. Что-то 300 километров доеду, доброшу. Вот этот еще хорошо. Идем дальше. Аптека. Все как у нас практически, только немного чисто. Так, пока есть время, наверное, позавтракаем. И уже пойдем по своим делам. В виде вот такого вот шведского стола. Все продукты свежие. И сыр, и колбаса, и помидоры, и хлеб, и фрукты. Ну и, конечно, соки, чай с молоком, просто фреш.
Такси. Приветствую. Привет, дорогой. Бонжорно, месье. Бонжорно, месье. Рад, что медицину прошел. Да, прошел. Старик сидел, Так. он спросил меня на поиск, он говорит, ты по-польски говоришь? Но он понял, походу, что я не говорил. А ты ему бонжорно и так далее, да? Да. Серега? Он говорит, окей, давай, говорит, как знаешь, короче. И я там сидел, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, короче. В глаз заглянул мой чистейший, светлый. Короче, братан, машину нам выделили на обучение на код 95. Это будет машина постоянная. А, мне что ли? Можем на ней ездить, можем по твоим делам поехать. То есть по всем нашим вопросам это служебная машина в нашем пользовании. А, вот это? Да, чтобы не использовать тот автобус, Все. на который там рассчитывают даже эти работники наши, сотрудники. Все, фирмы. спасибо большое. То есть, пожалуйста, сегодня симулятор, Да. сегодня Уршулин. Вообще можно замечательно. что захочешь. Вообще У замечательно. меня сейчас получилось, что день свободный, так что можем в 14:00 поехать на симулятор, Ага. а сейчас можем поехать в Уршулин. Поехали. Жолдастар чартер компаниясының бір несіне келдік, бөлігіне, отделениесі. Мынау тұрған компанияның машиналары. Мынау болашақ отель. Мынау да отель. Ар жағы қазір ішіне кіріп көреміз. Чөп-почем екенін. Су жана 30 мынандай Мерседес алыпты. Оны да көрерміз. Қызық қой енді, бәрін көрмесең енді. Мынау ремонтный базасы, екінші ме, үшінші базасы. Бүгін шамалы бір демалыс күні болып қыдырып жүрік. Мынау маған берген көлігі. Келген уақытта шамалы осымен жүруге болады. Баратын шаруаларыңа бар. Құдай қаласа демалыс күні бәрін тастап Краковқа қарай кетеміз. Демалып қайтуға. Альберт, часть машин стоит на плацу, Мгм. полуприцепы, а часть машин стоит в гараже, закрытые. Мгм. Можем здесь посмотреть их. Кстати говоря, да? Едем? Супер, супер. Это новые автомобили. Абсолютно новые. Вы, по-моему, Они ждут твоих подписчиков. Дима, у меня к тебе, возможно, глупый для вас вопрос. Вы отключаете мочевину? Да, действительно, глупый вопрос. Мы отключаем мочевину, да? Нет, конечно же, это противоречит всем принципам экологического и экономического вождения автомобиля. Система не даст тебе возможность управлять им, если там не будет AdBlue. Ты знаешь, Машина заблокирована. я тебе скажу больше даже. В России есть люди, которые так колдуют, что автомобиль ездит без мочевины. Тут у меня второй вопрос. Было очень много вопросов, было очень много таких споров, когда я в России работал, что отключение мочевины таким вот образом, когда ставят обманку, специально такую китайскую штуковину, он показывает полный бак, на самом деле там ничего нет. И машина едет. Отключение мочевины таким вот образом влияет на расход топлива. Расход топлива повышается или нет? Скорее, эта система нужна только лишь для того, чтобы экология соблюдалась. То есть Были принципы числим Евро выхлопы. 6 Да. были соблюдены. И понимаешь, любой кулибин, особенно приезжающий из наших стран, он может все это в принципе сделать. Вопрос до поры до времени, до первого контроля. То есть контроль, и если потом- обнаружит, что он у нас хитрым образом отключен, это ведет уже свои Альберт, последствия. штрафные санкции будут колоссальные. На Огромные. фирму это будет просто-напросто противоречить всем законам, и со всей строгости закона фирма будет платить серьезные штрафы. Это невыгодно просто. Отключить можно все, что угодно. Есть противовес на любую программу, да, есть контраргументы, есть контрдействия всегда, Мгм. но вопрос, ради чего это?